алғашқы көрсетілетін көмектер. Ең алғашқында біз осы сутек астын толтырып водородный негіз арқылы осы қан кеткен қан жерлерді сәлеп сөйтеміз. Одан кейін қан егер тоқтамай бара жатса, сутек арқылы мақта алу арқылы оның танау тесігін бітеміз. Сербігіз жасын пайдаланып, біз қол жуу әдісін жасаймыз. Кетіп бастаймыз. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Және сыртқы жағына көшеміз және қайталаймыз. Жылдам қайталаймыз және енді екі қолды бірін-біріне ауыстырып жалғастырамыз. Саусақтарымызды жуа бастаймыз. Айналдырып жуып отырамыз. Кәнекей. Өте жылдамдықты біз пайдаланамыз. Келетін алақанымызды әрі саусағымызды басын тазалау үшін. Олай емес, бұлай жасаймыз. Жағдайда жинақтың жоғары арнайы жұмыспен қызмет байлаймыз. Арнайы жгут арқылы біз қанды тоқтатамыз. Ол үшін аяғымыз бүгін көреміз. Қатты бүгеміз. Және де осы жгут арқылы қатты қысып қоямыз. Қысып байлаймыз. Осыдан кейін жедел жәрдем шақырып тиісті арнайы орындарға жеткіземіз. Еткенде аяқты тіземен қосып бүгеміз, көтереміз. Және де тамшты тізенің астынан көтеріп ала отырып тамшпен байлаймыз, қатты қысып байлаймыз. Және де танып болғаннан кейін жедел жәрдем шақыру арқылы тиісті орындарға жеткіземіз.